Қазіргі баклажанның сезонында дәл осындай тіске басар дайындаймыз. Отбасыңызға немесе қонақ дастарханға қойсаңыздар жақсы желінеді және өте әдемі көрінеді. Баклажандарды қатты жұқа етпей осылай кесіп аламыз және осылай майда екі жағын қызарғанша қуырып аламыз. Ал салмасына сұлу гүйне немесе сырды осылай үкіштен өткізіп аламыз. Қызанақтарымызды арасына қоюға осылай турап аламыз. Салмасына сыр үкіштен өткізіп чеснокты, қара бұрыш, тұз, майонез қосып араластырамыз. Біздің салмамыз осындай болады. Ал енді жинап аламыз. Баклажан, қызанақ үстіне салмасын қойып, пергамент қағазына қойып, пеште 180 градуста қызып тұрған пеште 8-10 минут шамасында пешке бір салып аламыз. Өте жақсы желінеді қыздар, өкінбейсіздер, міндетті түрде жасап көріңіз. Видео ұнаса төменге пікір қалдырып, лайк басып, парақшама тіркеліп алыңыз. Осылай әдемілеп сәндейміз. Өте жақсы желінеді, өте дәмді болады. Басқа достарыңызға да осы видеоны жіберіп қойыңыз, пайдалы болсын.